Ассалаумағалейкум, Теплостар компаниясының оқырмандары, қалайсыздар? Біз бүгін құйылып кеткен объектке келдік. Бұл жақта Эковата материалы. Енді бізге бұрыннан кім подписан, осы үйді примерно біледі. Постоянно видеоға да салып жүрміз, историяға Эковата материал құйылған. Енді бұл үйге материал құймас бұрын естеріңізге осы төбесін тексергенбіз. Төбесінде лай еді. Сол кезде теплопотеря болып жатқан лай мен дуалдарынан. Енді дуалный пока утепление істемеген, бірақ төбесін осы біздің Эковата материалын құйдырған болатын. Енді осы үйдің егесінен қазір живой отзыв алайын деп тұрмыз. Ендеше кеттік, бірге жүріңіздер. Міне осы үйдің егесі Айнұр әпкеміз. Саламатсыз ба? Енді сізге бірден сұраққа көшейін. Бірінші сұрақ, осы биыл қыста қалай қыстап шықтыңыздар, жарамадыңыздар ма? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Саламатсыздар ма? Мынау Рамазан айы барлығымызға құтты болсын, берекелі болсын. Ал енді сұрағыңызға жауапқа келер болсақ, осы үйде тұрып жатқанымызға бірнеше жыл болды. Жылда қыста әйтеуір кішкене жаурайтынбыз, кішкене емес, әжептәуір жаурайтынбыз. Былтыр кәдімгідей суық болғаннан кейін іздестіріп жүріп, қарастырып жүріп, әйтеуір Инстаграм арқылы табамыз ғой қазір. Инстаграмнан осы Эковата туралы біліп, соны құйдыртуға бел будық. Сөйтіп, Эковатаны былтыр март айының басында ма, көктемде құйдырғанбыз, ерте көктемде. Содан биылғы қыста өте қатты суық болса да, қыста биыл жаурамадық. Эковатаның материалының арқасында деп ойлаймын. Ешқандай жаураған жоқпыз. Қаншама үйлер, жаңағы туысқандар, таныстар жаурап жатырмыз деген кезде біздің үйіміз жылы болды. Енді екінші сұраққа көшетін болсақ, осы материал өз бағасын ақтады ма? Өзіңіздің ойыңыз қалай? Менің ойымша ақтады деп ойлаймын. Биыл жаураған жоқпыз. Қыста жаураған жоқпыз. Аллаға шүкір, үйде кішкентай балалар бар, немерелер бар. Жаураған жоқ. Үйде емін, еркін, жеңіл киімменен қысты өткіздік. Қанша суық болса да үйіміз жылы болды. Өте керемет. Енді осы сізге үшінші сұрақ. Осы Эковата материал туралы бізге өте көп адамдар негатив, әртүрлі нәрселер жазып жатады. Енді бізді не үшін таңдадыңыз, соған жауап берсеңіз. Жаңа айтып жатырмын ғой, Инстаграмнан қарадық, іздедік, біраз жаңа осы мәселенің шешімін қалай тапсақ екен деп іздендік. Сол кезде жаңағы осы Теплострой компаниясы туралы біраз жақсы мағлұматтар алдым. Одан кейін сенім білдіруге шештім, специалистерді шақырып жаңа тексертіп көрдік. Жаңағы лайдан, олар жаңағы әлгі бір өздерінің аппараттары бар, жаңа тексеретін. Иә, сол аппаратпенен тексерген кезде лайдан бізде жылу жаңағы сыртқа кетіп жатқанын олар жаңағы аппарат арқылы көріп берді. Содан кейін құйдыртуға бел буып, шешім қабылдап, құйдыртқаннан кейін олар кейіннен де биылғы жылы қыста келіп тағы бір тексерді сол аппараттармен. Сол тексерген аппараттан уже жаңа Эковата құйдырғаннан кейін өзіме көрсетті. Алдында да көрсеткен жылу қалай кетіп жатқан, екінші рет қайта тексергенде де көрсетті. Ол жерде ешқандай жылу сыртқа кетіп жатқан жоқ. Эковатаның арқасында жылудың бәрі үйде ұстап тұр деген жаңағы аппараттар көрсетіп тұрды. Сондықтан бұл сенімді компания деп ойлаймын. Осы Эковата материалын құйдыртуға басқа барлықтарыңызға да кеңес беремін. Көпшілікке. Сіздерге живой отзыв Айнұр әпкемізден. Сіздерде осындай комфортты жылы үйде тұрғыларыңыз келсе, дәл қазір дайректке жазып кетіңіздер.